Шортанның әмірімен ертеде бір қарт өмір сүріпті. Оның 3 ұлы болыпты. Шалдың кенже ұлы еріншек екен. Ағалары күн ұзақ тыным таппай жүргенде Эмиля жылы пештің үстінен түспей жататын көрінеді. Сондықтан болар жұрт оны ақымақ Эмиля деп атап кетіпті. Қария үлкен 2 ұлын үйлендіріп қайтыс болады. Эмиля аға жеңгелермен бірге тұрады. Бірде ағалары базарға кетіп бара жатып: «Эмиля, жеңгелеріңнің тілін ал, біз саған былғары қызыл етік пен қызыл жейде әкеліп береміз», дейді. «Жарайды, айтқандарын орындаймын», деп ақымақ Эмиля пеш үстінде жатып жауап қайтарады. Біраздан соң жеңгелері: «Эмиля, өзеннен су әкелші», деп жұмсайды. «Барғым келмейді», дейді пеш үстінде жатқан ол жылжымастан. «Суға бармайды екенсің, ағаларын келген соң тіл алмағаныңды айтып, әкелген базарлықтарын бергізбей қоямыз». «Жарайды». Эмиля пештен түседі. Киініп шелегі мен балтасын алып суға кетеді. Өзенге келіп, балтасымен мұзды ояды. Шелегін ойыққа салып, суырып алғаны сол еді, шолп етіп бетіне су шашырайды. Қараса, шелегінде шортан балық жүзіп жүр. «Тәуба, мынадан дәмді балық сорпасы шығады екен», дейді Эмиля қуанып. «Эмиля, бір күнгі ас үшін мені құрбан етпе, суға қайта жібер, сенің бір қажетіне жараймын», деп өтінеді шортан адамша тіл қатып. «Дәмді сорпадан басқа сенен қандай пайда болушы еді? Одан да жеңгелеріме апарып берейін, түскі ас әзірлесін», дейді Эмиля. «Қателесіп тұрсың, керегім бар, не қаласан сол болады. Шортанның әмірімен, менің қалауыммен десен, тілегіңді сол сәтте орындаймын. Сен мені алдап тұрған жоқсың ба? Тап қазір қандай тілегім бар, айтшы». «Шелектер үйге дейін өздері барып орындарына тұрса, онда сен шортанның әмірімен, менің қалауыммен, шелектер үйге барып өз орындарына тұрыңдар», деп бұйрық бер. Эмиля шортанның айтқанын қайталайды. Сол ақ екен, жан біткен шелектер үйге қарай бет алады. Эмиля шортанды суға жіберіп, 2 шелектің соңынан ереді. Шелектердің өздері келіп, орындарына тұрып жатқанын көрген жеңгелері «Міне ғажап» деп таң қалады. Ал Эмиля әдетінше пештің үстіне шығып жайғасады. «Әй ақымақ, неге жатырсың? Сыртқа шығып отын жар, оны әкеліп пешке сал», деп жеңгелері тағы жұмсайды. Эмиля: «Бармаймын», дейді ерініп. «Ағаларына бәрін айтамыз, саған әкелген базарлықтарын бергізбейміз». Эмиля орнынан тұрмастан: «Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, балта, барып отын жар, отын пешке салынсын», дейді сыбырлап. Осыны айтуы мұң екен, балта отын жарып, жарылған отындар өздігінен пешке келіп қаланады. Біраз уақыт өткен соң жеңгелері тағыды: «Үйде ағаш қалмапты, орманға бар, отын шауып, оны шанаға тиеп әкел», дейді. «Ешқайда бармаймын, айттым, бітті», дейді Эмиля ашуланып. «Үйде күші тасыған жігіт жатқанда орманға біз барады деп тұрсын ба? Басқа тірлігіміз де аз емес, орныңнан тұр да бар, әйтпесе базарлықтан құр қаласың». Эмиля лажсыз пештен түсіп, киініп, қолына балта жіп алып шанаға отырады. «Қане, қақпаны ашыңдар». Жеңгелері оған қарап күліп, қақпаны ашады да: «Шананды атқа жекпей тұрып, қайда бармақсың?» деп сұрайды. Эмиля болса: «Аттың қажеті жоқ», дейді де, ақырын ғана жеңгелеріне естіртпей: «Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, шана, мені орманға апар», деп бұйырады. Осы кезде шана өздігінен зымырай жөнеледі. Жеңгелері: «Мына ақымағын қайтеді», деп аңтарылып соңына қалады. Орманға баратын жол қала арқылы өтетін. Өздігінен сырғанап бара жатқан шананы көрген халық жинала бастайды. Шана сол зымыраған қалпы оларды қағып өтеді. Жиналғандар ашуланып: «Қап, мынаның қорлығын-ай, ұстаңдар, ұстаңдар оны», деп айқайлап артта қалады. Орманға жеткен Эмиля: «Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, балта, ағаш шап, отын әзірле, отын жіппен байлан, шанаға жинал», дейді. Ақымақ Эмиляның дегендері орындалады. Енді ол: «Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, балта, маған келдек жаса», деп бұйырады. Әп сәтте келдек те дайын болады. «Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, шана үйге тарт,
Шана кері қайтады. Жолда баяғы айқайлап қалған адамдар Эмилияны күтіп тұрған. Олар шананы қоршап алып, Эмилияны ұра бастайды. Шортанның әмірімен, менің қалауыммен келдік, мына адамдарды саба, дейді ақырын Эмилия қолмен басын бүркеп жатып. Осыны айтуы сол екен, келдік шана айналасында тұрған адамдарды бәрін сабай жөнеледі. Ал Эмилия үйіне келіп ағаштарды орнына қойып, пештің үстіне жата кетеді. Қала халқы патшаға шағым жасайды. Патша офицерін шақырып, бәрін жолатып жүрген қаймықты алдыма алып кел, деп бұйырады. Офицер солдаттарын ертіп Эмилияның үйіне келеді. Ішке кіріп, ақмақ Эмилия деген сен бе, деп сұрайды. Тез кейін, патша шақыртып жатыр. Менің барғым келмейді. Не? Мәртебелі патшамыздың бұйрығын орындамайтын сен кімсің? Деп ашуланады офицер. Маған бұйрық жүрмейді, мен ақмақпын ғой. Көп сөзді қой, түс алдыма. Жоқ, ешқайда бармаймын. Әбден ашуланған офицер Эмилияны бетінен салып қалады. Осы кезде Эмилия Шортанның әмірімен, менің қалауыммен келдік, мыналарды үйден қуып шық, дейді сыбырлап. Өздігінен тоқпақтың астына алған келдектен офицер мен солдаттар әрең қашып құтылады. Патша Эмилияны білдей офицерінің әкеле алмағанына қайран қалады. Енді ол ең данышпан деген мырзасын жұмсайды. Мырза өте ақылды адам еді. Ол сый-сияпатын алып, алдымен Эмилияның жеңгелеріне кеп жолығады. Патша алдына оны қалай апарудың амалын сұрайды. Біздің Эмилия мақтағанды жақсы көреді. Қызыл етік пен қызыл жейде сыйға береді десеңіз, қалаған тілегіңізді орындайды, дейді жеңгелері. Мырза үйге кіріп пештен жатқан Эмилияға. Патша сені шақыртып жатыр, өзіне дайындаған тартуы бар. Қызыл етік пен қызыл жейде сыйламақшы, дейді алдап. Эмилия мырзаның сөзіне иланып, жарайды, сен кете бер, мен артыңнан келемін, деп келіседі. Мырза сарайға келіп, патшаға болған жағдайды баяндап береді. Ал Эмилия сол жатқан қалпы, Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, пеш мені патша сарайына алып бар, деп бұйырады. Пеш сырғанай жылжып үйден шығады. Көрген жұртты таң тамаша қылып, сарайға қарай бет алады. Осы кезде патша қызы Мария сарайдың биік мұнарасында тұрған. Ол жігітке бір көргеннен ғашық болады. Ал Эмилия қаннен қаперсіз патшаның алдына келеді. Патша жендеттеріне ақмақ Эмилияны жазалауды бұйырады. Бірақ қызы, әке, бұл жігіт маған ұнайды, өтінемін, оған кешірім жаса, күйеуге шығуыма рұқсат бер, деп жалынады. Патша қызына ашуланып, мені халқымның алдында масқара еттің, ақмаққа күйеуге тиемін деген сенің де ақылың таяз екен. Қалауын білсін, онсыз өмір сүре алмасан, екеуінің тағдырын бір болсын. Жендеттер, мыналарды темір бөшкеге отырғызып суға тастаңдар, дейді. Жендеттер патша бұйрығын бұлжытпай орындайды. Эмилия мен ханшайымды бөшкеге салып, аузын мықтап бекітіп суға тастайды. Суда қалқып келе жатқан бөшке ішіндегі Эмилия Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, толқындар бөшкені жағаға шығарыңдар, бөшке бізді босат, деп сыбырлайды. Толқындар бөшкені жағалауға келіп итеріп тастайды. Содан соң бөшке қақ бөлініп, ішінен Эмилия мен Мария ханша шығады. Эмилия, енді біз қайда тұрамыз, деп сұрайды ханшайым. Кішігірім үй салсам болар еді. Эмилия біраз ойланып, Шортанның әмірімен, менің қалауыммен, алтын шатырлы әсем тастардан қаланған зәулім сарай тұрғызылсын, дейді. Аузын жиып болғанша жағалауда зәулім сарай пайда болады. Айналасы қалың бақ, арасынан құстардың сайраған әуені естіледі. Жол жиегінде әсем гүлдер жайқалып өскен. Осы зәулім сарайда екеуі тұрып жатады. Келесі күні патша аң аулауға шығады. Өз жерінде бөтен сарайдың пайда болғанын көріп таң қалады. Менің рұқсатымсыз сарай салуға батыл жеткен кім болды екен? Барып біліп келіңдер, деп нөкерлерін жұмсап жібереді. Сарайға келген нөкерлер Мария мен Эмилияны көріп кері қайтады. Патшаға барып, құрметті тақсыр, бұл сарайдың иесі баяғы ақымақ Эмилия мен сіздің қызыңыз, деп мәлімдейді. Патша сарайға өзі келеді. Эмилия мен қызы оны жақсы қарсы алады. Сонда патша олардан кешірім сұрап, Эмилия ақымақ емес екен, қызым, сен өзіне лайықты күйеу таңдапсың, деп ақ батасын береді.
Содан соң ол бүкіл халқын жиып, дүркіретіп үлкен той жасайды. Осылай Емелия бақытына жетіп, ұзақ өмір сүреді. Бірақ балалар, бұл тек ертегі. Сендер Емелиядан үлгі алмаңдар. Жатып ішкен ас болмайды. Осыны ұмытпаңдар.